Қош көрдік біздің арнаның көрермендері. Бүгін тауық етінен ішіне картоп салып, тамақ дайындаймыз. Бала кезінде анам осылай жасап беруші еді. Ал ендеше бастайық. Әуелі картопты ашып болғаннан соң таза суға жуамыз. Міне алдарыңызда көрсетіп тұрғандай, жақсылап картоптың қабығын ашып, таза суға шаямыз. Міне тауықтың қалған жүндерін газ құрылғысы арқылы күйдіреміз. Жанып тұрған газдың үстіне осылай міне әр жерінен күйдіріп шығамыз. Сол кезде қалған жүндердің бәрі күйеді. Міне видеода көрсетіп тұрғандай отқа жақын ұстап, осылай айналдырып астынан, үстінен, жанынан күйдіріп шығамыз. Әбден дайын болғаннан кейін тауықтың ішіне картошка саламыз. Тауықтың майын әдейіге қалдырамыз. Картошканың дәмі кіру үшін міне алдыларыңызда көрсетіп тұрмын. Ал енді қазір картошканы саламыз. Ал мына құйрығын кесіп алып тастаймыз. Міне құйрығын кесіп алып тастағаннан кейін ішін жақсылап жуып тазалаймыз. Міне алдыларыңызда көрсетіліп тұрғандай жақсылап жуып аласыздар. Әр жерінен жуып қылтығын алып, әбден жақсылап тазалап аласыз. Әбден тазалап болғаннан кейін видеода көрсетіліп тұрғандай картошкалар саласыз. Міне жуылып дайын тұрған картошкалар. Видеода анық көрініп тұр. Міне картошканы ішіне салдық. Қазір картошканы салып болғаннан кейін тіс шұқығышпенен бекітеміз. Картошканы салып болғаннан кейін қара бұрыш саламыз. Және де картошканы салып болғаннан кейін ішіне укроп саламыз. Міне видеода көрсетіліп тұр. Осылай ішіне укропты саласыздар. Міне. Және осыны салып болғаннан кейін тіс шұқығышпен бекітетін боламыз. Міне қара бұрыш саламыз. Бәрін салып болғаннан кейін бәрі. Тіс шұқығышты біздің бекіту мақсатымыз, өйткені картоптар сыртқа шығып кетпесі үшін. Міне видеода көрсетіліп тұрғандай бекітесіздер. Тіс шұқығышты жақсылап бекіту керек, өйткені картоптар сыртқа шығып кетпеуі үшін. Міне видеода көрсетіліп тұрғандай жақсылап, нақтылап бекітіп аласыздар. Сол кезде картоп сыртқа шығып кетпейтін болады. Бірінші газ құрылғысының астын жағып алып, қазір қазанға су толтырып алып, осы жерге қоядыңыз. Міне қазанға суды толтырып алғаннан кейін газ құрылғысына қоямыз. Осы суға қазір тауықты салатын боламыз. Міне видеода көрсетіліп тұрғандай саласыздар. Әбден қайнап пісу үшін отты жай отқа қоямыз. Міне тауықты қазанға салып жатырмыз. Астынан су жайлап қайнатып тұрады. Қазір бетін жабамыз. Жан жағына су тасып кетпесі үшін қақпақтың бір жағын жай ашық қоямыз. Сондай керемет дәм болады. Ауыздарыңыздан дәмі кетпейтін болады. Міне тауық қайнап жатыр. Сап-сары майын қараңызшы. Қандай әуесіңіз кетеді. Әркім өз үйінде жасап жесе болады. Тауықтың көлеміне қарай ішіне картошканы саласыздар. Егер қаз болатын болса, немесе үндік болатын болса, дәуірек қазанға саласыздар. Бұның ішіне тауықтың тек картоп емес, түрлі болгарский, әші перістен, сәбізден де салуға болады. Гарнир жасасаңыздар да болады. Мысалы вермишель, түрлі рожкилар, не болмаса гречка, не болмаса күріш. Қазір видеода көрсеткендей тұздайсыздар. Әбден қайнап пісіп жатқан кезінде көбігін аласыздар. Алдарыңызда көрсетіп тұрғандай міне видеода анық көрсетіліп тұр. Тауық кемінде 3 сағат уақыттай қайнаса, тіпті керемет болады. Міне осылай біз көрсеткендей қылып, үйде дайындап жеуге болады. Мынау укропты жақсылап жуып аласыздар. Петрушка мен укропты араластырып, жуып тазалап болғаннан соң, жақсылап майдалап кесесіздер. Видеода көрсетілгендей. Видеода анық көрініп тұр. Кесіп болғаннан соң, бір тәрелкеге салып, дайындап қоясыздар. Соны тауық піскен кезде, дастарханға тауықты қойғанда, үстіне керегінше салып аласыздар. Перістен де керегінше қосып аласыздар. Міне видеода көрсетіп жатырмын тауықтың ішінен шығып жатқан картошканы. Сондай дәмді болады. Ауыздарыңыздан дәмі кетпейді. Ал міне сорпасы қараңыздаршы, сап-сары, өте жеңіл, өте дәмді, тез қорытатын керемет тағам болып шықты. Қазір тауықтың аяғында көрсетеміз.
тәрекеге салған. Міне жақсылап қарасаңыздар, үстіне укроппенен петрушканы сеуіп, ал енді астарыңыз дәмді болсын. Әр үйде, әр шаңырақта дайындап жеуге болатын ас. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне дастарханда өздеріңіз көріп тұрғандай, тамаша тамақ болып, иісі аңқыған, керемет ас мәзір болды. Сорпасы таңдайды, балғылып, сондай кереметтігі қайталап ішкіңіз келіп тұрады. Міне дайын болған тамақтың үстіне кішкене қызыл салаттан қосасыздар. Міне қазір сорпасынан дәм ауыз тиіп көрсетемін. Сондай керемет. Ал енді қазір етінен жеп көрсетемін. Кәдімгі ауызда ериді. Өте жеңіл тамақ. Әсіресе асқазаны ауыратын адамдарға, гастриті бар адамдарға, язвасы бар адамдарға осындай тамақ жасап ішсе, еш ауырлық қылмайды. Әрі дәмді, әрі тойымды, адамның асқазанында тез қорытылатын осындай тамақты істеп жесеңіздер, керемет болады. Міне қымбатты тыңдармандар, біздің бала кезімізде Асыл анамыз осылай жасап беруші еді. Мен осыны сіздерге көрсетіп отырмын. Ал ендеше қазақ елі, қазандарыңыз оттан түспесін, жегендеріңіз қой болсын, көргендеріңіз той болсын. Қазақ елінде жаманшылық болмасын, әрдайым дастарханымызда нан үзілмесін, елімізде пәлекет болмасын, жастарымыз денсаулықтары жақсы, білімді, ғылымды жастар болып өссін. Ал қарияларымыз ауырмасын, дендері сау болып, ұзақ ғұмыр кешсін, бала шағаларының қызығын көрсін. Ал ендеше келесі видеоны жолдағанша сау саламатта болыңыздар. Келесі эфирде жолыққанша.